Мына қазақта бір баланың аузына түкірту деген бір жақсы дәстүр бар, соны бала-шаға сұрайды. Мына үйге келген жақсы кісілер не үшін кішкентай баланың аузына түкіреді, бұның қиссасы бар ма дейді. Әл-қисса, бұның әңгімесі мына Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи атамыздан басталды дейді. Баяғыда бұл атамыз медресе ашып бала оқытады екен, сол кезде мына Қыдыр ата бар емес пе, мына әлемді кезіп жүретін әр кездесең. Сол кісі Құдайдың құтты күні Яссауи атамыздың медресесіне қонаққа келеді екен де айтады екен: "Ей Яссауи балам, күніге таңертең тұрамдағы батыс шығыс желдік түстік төрт тарапқа теңінен назар салам. Сонда да дәл сен сияқты осындай Құдайдың жамалына ғашық, Құдайдың дидарына ынтық, осындай Құдайдың жүзін көремін деп таңнан тұрып осындай зікір айтатын сен сияқты мейірімді мұсылманды таба алмаймын. Ей, Алла таңмен аралас зікір айтып зарлаған бір Алланың дос адам деген. Міне сен ғой Құдайдың осындай сүйген құлысың. Сондықтан күніге келіп уақытында алды деп маған ренжіме" деп айтады екен. Содан күніге екеуі отырып алып рухани сұхбат құрады. Сол қасындағы шәкірттеріне айтады екен: "Ей балалар, барыңдар, үйге қонақ келді. Тамақ істейік, қазан асайық, ет асайық, барыңдар" деп. Сонда шәкірттер дейді: осы бір жерлерде, анау жерлерде өсіп тұрған мына бұталардың бәрін, құрғақ ағаштардың бәрін жинап әкеледі екен мына жерде теккеге. Содан бір күні осындай бір күн бұлт болып жаңбыр жауып кетті дейді. Келгеннен кейін бәрі отындарын шығарып, Қыдыр атаға тамақ істеп берейік деп ошақтың астына отындарын салып отса бықсып жанбайды да, енді ана жаңбыр тиген, су тиген. Сөйтсе дейді, бір шәкіртінің осы оты парылдап, жанып, осы қазанды қайнатып жатыр дейді. Сонда Қыдыр ата сұрады дейді: "Ей балам, неге мына сенің отының гуілдеп жанып жатыр, басқаларынікі бықсиды?" Сонда айтты дейді жаңағы кішкентай бала: "Ата, мен жаңбыр жауған кезде үстімдегі шапанымды шешіп, мына отынымды орап алдым су тигізбей. Өзім су болсам да, мына отын су болмасын деді, қонақтан ұят болады деп әкелдім" деп айтты дейді. Сонда "Атың кім сенің?" деп айтты дейді. "Менің атым Сүлеймен" деп айтты дейді. "Ей, кел онда мен сенің аузыңа түкірейін, көкірегің толған хикмет болсын" деп айтты дейді. Бірінші рет Қыдыр ата сол Сүлеймен Бақырғанидың аузына түкірді дейді. Әне содан оның көкірек көзі ашылды дейді, кеудесі толған бұл хикметтің сандығы болды дейді. Содан өскеннен кейін бұл бала осы ел жұртқа, осы қазақ халқына осындай рухани ойлардың інжу маржандарын шашқан екен дейді. Енді анығын Алла біледі, ескілерден жеткен әңгіме сондай, тек кейінгі ұрпақ әйтеуір алдыңғы ағалар бізге бір есті әңгіме айтып қалдырмады деп ренжімесін деп осындай бір сөз шығарып отырмыз.